Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздерменен бірге Балнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі уақытта хит болып жатқан рецепттердің бірі трайфлдың жасалу жолымен бөлісемін. Ал сіздер мені қолдап каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бұл бізде бір жасағаннан кереметтей болып шығатын, өте нәзік, дәмі деген аузыңда еритін рецептісінің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер жұмыртқа, шекер, какао, қосытқыш және де ұн қажет болады. Жұмыртқамызды жақсылап аппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Оның үстіне шекерімізді аздаған мөлшерден қоса отыра тағы да миксерлейтін боламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді барлығын бірге біріктіріп, араластырып, аздаған мөлшерден қоса отыра тағы да миксерлейміз. Жұмыртқалы массамызға осылай аздаған мөлшерден қоса отыра, ең төменгі қалпына қойып, миксерменен жақсылап шайқайтын боламыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын болған тәрізді. Сұйықтығы осындай болып шығуы қажет. Енді біз кез келген формамызға құйып пісіріп аламыз. Алдыменен пешімізді 180 градусқа қойып, шамамен 20-25 минуттай қойып пісіреміз. Піскен қамырымызды, коржымызды толығымен суытуымыз қажет, себебі толығымен суымаса, кейін бетіне жағатын креміміз ағып кетуі мүмкін. Сол себепті коржымызды толығымен суытып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте сондай жұмсақ, нәзік коржы болып шығады. Енді біз піскен осы коржымызды майдалап, қолымызбенен үгітіп аламыз. Немесе сіздер өздеріңізге ыңғайлы етіп блендерге салып үгітсеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен осылай қолменен үгітіп шықтым. Енді біз кремімізді бетіне орналастырып, формасын жасайтын боламыз. Описанияға бұл кремнің жасалу жолын қалдырып кетемін. Ссылкасында қойып қоятын боламын. Міндетті түрде сол креммен жасап көрсеңіздер, трайфл өте дәмді, нәзік болып шығады. Менің каналымда көптеген кремнің түрлері бар. Осылай барлық кремімізді орналастырып, формасын жасап болғаннан кейін, үстіне шоколадты глазурімізді құйып шығатын боламыз. Бетіне осылай жеміс-жидектермен әсемдейтін боламын. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген жемістермен, шоколадтың түрлерімен әсемдесеңіздер де болады. Барлығын әсемдеп, орналастырып болғаннан кейін, міндетті түрде трайфлды тоңазытқышқа кемі 1 сағат қойып қойыңыздар, себебі сол кезде біздің коржымызға креміміз толығымен сіңіп, өте әдемі қалпын сақтайтын болады. Мінекей достар, бізде трайфл дайын болды. Байқағандарыңыздай өте оңай дайындалады. Ал дәмі деген шын мәнінде өте сондай нәзік, дәмді, ауызда ериді. Өте сондай кереметтей болып шығады. Сіздерменен бірге болған Балнұр, менің каналыма және де Инстаграм парақшама тіркеліп қойыңыздар. Ол жерде де өте көптеген рецепттер бар, алда көптеген түрлі тағамдармен бөлісетін боламын. Егер видеоны осылай соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Астарыңыз дәмді болсын.